Бірінші байлық денсаулық деп ата-бабамыз айтып кеткеннен кейін біздер үнемі денсаулыққа инвестиция салып отырамыз. Бүгіннен бастап менде ағза тазалау, ашығу басталды. Бұған үлкен дайындықпен келдік. Жан-жақтан бүкіл білімдердің барлығын алып, қарап, дайындалып, және бір апта бойына ет тағамдарын жемей, үш күн қалған кезде сұйық тағам жеп, тек қана салаттар жеп отырдым. Кешке өтімді тазаладым, таңда тұрып, ішек құрылыстарымды тазаладым, және тек қана шөп дәрілерді ішіп жүретін боламыз. Сосын көкөністен, жеміс-жидектерден шырындарды ішеміз. Осы кезде бұл сұйық тағамдар асқазанға түспей, бірден клеткаға түседі. Бізде клеточный питание болады да, күш қуатымыз, энергиямыз одан сайын артып жүретін болады. Міне қазір сіздерге көрсетіп кетейін. Шөп дәрілердің тұнбасын ішеміз, және осындай соктарды ішеміз. Бұл жерде сәбіз, кабачки, қызылша және жасыл шөп бар. Екінші согымда апельсин, киви, алма. Және осындай құрылғы алдым, қараңыздар. Маған ұнағаны өзін-өзі тазалайды екен, және шөптерден де сок шығарып береді екен. Және мен жүрген жерімде осындай йога ковригім болады. Ауырмаңыздар.